Өзіңіз осындай картинка жасап үйренгіңіз келе ма? Егер үйренемін десеңіз, онда осы видеоны қарап шығыңыз. Осы видеода мен сіздерге үйрететін боламын. Қыздар, қараңыздар, рекламаға біз осындай коллажды қалай жасаймыз. Ең алдымен сіздер бұны жасау үшін өзіңізге керек немен, продукцияны қараңыздар, өздеріңіз таңдап аласыздар. Бірінші, мысалы, мен таңдадым, мысалы, порошок дейді. Порошокты алдым. Енді қараңыздар, бұл нақты суреті шыққаннан кейін скриншот жасап аламыз осылай. Осы жасағаннан кейін жаңағы шеттеріндегі артық заттардың бәрін алып тастауымыз қажет. Ол үшін біз интернетке кіреміз. Интернетке кіргеннен кейін көріп тұрғанымыздай мына жерде remove.bg деп осындай сайтқа кіреміз, қыздар. Осындай сайтқа кіргеннен кейін загрузить изображение деген жерден жаңағы біз өзіміз алған, скриншоттап алған осындай порошогымызды басамыз. Яғни бұл программа бізге осы порошоктың шетіндегі жан-жақтан бәрін алып тастайды. Міне қараңыздар. Оригиналын қараңыздар. Артық нәрселерге, ал енді жаңағы удаленный фонды қараңыздар. Енді бұл жерде скачать дегенді басып аламыз. Міне сақталды. Дәл осылай сіздерге қандай заттарыңыз керек, соның бәрін осылай жасап аласыздар. Осылай жасап алғаннан кейін сіздер InShot программасына кіресіздер. Фото дегенді басасыздар. Фото деген басқаннан кейін сіздерге арттарына, яғни мына сияқты арттарына, назад сияқты арттарына осындай фон керек. Ол фонды сіздер өздеріңіз Google'дан болсын, интернеттен болсын тауып аласыздар. Мысалы, мен осындай фон алдым дейді, жаңағы суретке осындай фон алдым. Енді жаңағы біздің заттарымызды осы фонға орналастыруымыз қажет. Ол үшін стикер дегенді басамыз. Стикер деген басқаннан кейін, төрт бұрыш неме тұр, екінші тұрған белгі басқаннан кейін бізде жаңағы мен қолданғандардың бәрі шықты. Жаңағы стиральный порошок деді, мысалы, міне плюс дегенді басамыз. Плюс дегенді басқаннан кейін міне осындай стиральный порошокты қоямыз. Міне қыздар, қараңыздар, бұны үлкейтіп кішірейтуге болады, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Осылай мысалы заттарды қойып шығасыздар. Мысалы, мен мына жерде пятноводитель алдым. Пятноводительді тоже мне осылай қоямын, например, қараңыздар, ыдыс аяқ жуатын, мен мына жерде гель, мысалы, өйстіп қоямыз. Мысалы, мен заттардың бәрін өйстіп орналастырып аламыз, өздеріңіздің ыңғайыңызға байланысты, фантазияларыңызға байланысты, мен осылай қойып аламыз. Өйстіп қойып алдық. Ал енді бұл заттардың өздеріңіз есептеп бағасын шығарасыздар. Бағасын шығарғаннан кейін, мысалы, жай ала салайын, мысалы, 5430 теңге болды дейді. Мына жерде мысалы жазған кезде, шрифт жазған кезде түрлі түсті алуға болады. Текст деп тұрады, қарамен жазуға алуға болады, қызылмен, мысалы, әртүрлі цветтермен. Граница деген бар, яғни осы жазу сыртын ағартуға болады, қарайтуға болады, мысалы. Одан кейін, мысалы, теңге деп жазып қояйық. И плюс біздің осы каталогты сыйлығымыз жаңағы неме, плюс деп табылайын, плюс, мысалы, плюс деп қойдық. Осы каталогтағы сыйлығымыз косметичка, помада, және де туш, біздің Glam Team сериясынан. Тура жаңағыдай стикер деген кетіп аласыздар. Мен өзім дайындап қойғаным бар. Бұны мен интернеттен алдым, қыздар. Интернеттен алдым да, не осы жерге қойып қоясыздар. Осы подарок деп жазылып тұрады. Не бізде осындай сонда коллаж шықты деген сөз, қыздар. Осылай сохранитті басып, өздеріңізге арай сохранить етіп аласыздар, жүктеп аласыздар. Соткаларыңызға, рекламаға сіздің коллажыңыз дайын. Мен галереядан көретін болсам, мен жаңалықта құрғанымен, мен сіздермен сабақ өткізгендегі құрған коллажым. Дәл осылай коллажды өйстіп рекламаға қойып аларыңызға болады.